Анашым, сен әзілдеп тұрған жоқсың ба? Біз шынымен теңізге барамыз ба? Кәусардың көздері жарқырай кетті. Әрине, есіңде ме? Мен саған уәде бергенмін ғой. Есімде, бірақ Кәусар сәл бөгелді. Бізде ақша жоқ еді ғой? Иә, жоқ еді. Бірақ екеуміз жарадық. Біз ысырап етпедік, жинадық. Және Айым тәтеге қарызымызды қайтардық. Сәуле қызын бауырына қысып алды. Уақытты кері қайтару үшін ол бәрін берер еді. Сол Айым тәтеден қарыз алмаған болса ғой. Ақшаны өзі қарыз қалған, күйеуінің өтінішімен. Ол отбасына міндетті түрде көлік керек деп шешкен еді. Жаңа болмаса да, бірақ болуы керек деп. Сол кезде Сәуле күмәнмен: Ильяс, бұл өте жаман ой сияқты. Кәусар әлі кішкентай, мен толық күшімен жұмыс істей алмаймын. Егер бәрін тек сенің жалақыңа жұмсасақ, өзімізге ақша қалмайды ғой. Ал күйеуі қолын бір сілтеп: Сәуле, қойшы, бәрінен қорқып жүре берме. Қосымша жұмыстар табамын. Кейін жұмыс кестесін құрып, екеуміз де істейміз. Ал сен не ұсынасың? 3 тиыннан жинап, қартайып, зейнетке шығатын кезде көлік сатып алайық па? Сонда ол бізге не үшін керек болады? Зиратқа бару үшін бе? Өзімізге орын таңдау үшін бе? Сәуле ойланып қалды. Ильяс әлі отбасылық өмірге толықтай дайын емес еді. Бірақ дәл осы сәтте ол шын айтып тұрғандай көрінді. Егер олар осылай күтіп қорқа берсе, көлік шынымен де қажет болмай қалады. Ал Кәусарды табиғатқа шығарушы, басқа қалаға апарып, бізде жоқ дүниелерді көрсетуші. Сәуле басын изеді. Мүмкін, сен дұрыс айтатын шығарсың. Ильяс оның бетінен сүйіп, кейін Кәусарды көтеріп алды. Біздің анамыз қандай ақылды, бәрін дұрыс жасап жүр. Біз екеуміз әдемі де қызықты жерлерге барамыз. Айым тәтесі Сәуленің алыс туысы болатын. Оның ақшасы бар еді, әрі ол оларға қарызды ықыласымен берді. Бірақ созып жүрмеңдер, уақытында қайтарыңдар. 1 жыл сендерге мерзім деді. Сол кезде Сәуле осы адамға қарызын уақытында қайтармай қалғаннан гөрі өлгенін артық деп ойлаған еді. Өйткені Айым тәтесінің мінезі өте ауыр, ұрысқақ болатын. Ал 8 айдан кейін Ильяс қаза тапты. Сәуле есінен адасқандай күй кешті. Бұл қандай да бір сұмдық, сенуге болмайтын оқиға еді. Олар ұрысып қалған. Ильяс саяжайға кеткен. Сол жерде электр сымдарымен бірдеңе болып, ақыры одан түк те қалмады десе де болады. Сәуле бәріне өзін кінәлады. Ол үндемей қоя салуы да мүмкін еді. Немесе күйеуінің қосымша жұмыс жайлы уәделерін ұмытып кеткенін басқаша жеткізуіне болар еді. Тіпті ол соңғы кездері себепсіз аз жұмыс істеп, үнемі көлікпен бір жаққа кетіп жүретін. Жерлеу рәсімдері, тергеу, сол аралықта саяжайдағы көліктер де ұрлап кеткен. Әрине оны таба алмады. Ал 2 айдан кейін Сәуленің үйіне банктен келді. Күйеуі өте ауыр үлкен несие алып, Сәулені кепілгер етіп қойған екен. Сақтандырудан бас тартқан. Енді бүкіл қарыз оның мойнында қалды. Сәуле өзін өзі өлтіргісі келді. Мұндай қарызды ол өмір бойы да өте алмайды. Бірақ оны тоқтатқан Кәусар болды. Олардың қалай өмір сүргенін айтып жеткізу мүмкін емес. Кәусар бәрін түсінетіндей еді. Кішкентай болса да, ештеңе сұрамайтын, не берсе соны жейтін. Ал Айым тәтесі бір күні олардың тозағындай үйіне келді.
Ал Сәуле сол күні жұмыста еді. Айым тәтесі келіп, Кәусарға айғайлап, оны алаяқсыңдар, өтірікшілер деп жамандапты. Баланы иығынан сілкіп. Анаң айт, алған болсаң қайтару керек. Біреудің ақшасын пайдаланып, түк болмағандай жүр, депті. Сол күні Кәусар үйге жылап қашып келді де, кешке дейін жылап отырды. Сәуле жұмыстан келгенше тоқтамады. Әрине, Сәуле Айым тәтесінің үйіне барды, бірақ ол тыңдағысы да келмеді. Маған бәрібір, сенің еркегің өлді ме, жоғалды ма? Ақшаны сен алдың, сен қайтар. Бәрі де кешігіп болды. Сәуле түні бойы жылады. Таңертең қызы: анашым, ана тәте енді келмей ме? Енді ауладағы балалар мені мазақтайды ғой, деді. Келмейді, деді Сәуле. Осы кезде Сәуле алғаш рет Ильяс тірі болғанда оны өз қолымен тұншықтырып тастар едім деп ойлады. Содан кейін ол бір түрлі тас адамға айналғандай болды. Көрші әйелмен келісіп, кешкісін Кәусарды қарап тұруын сұрады. Өзі тағы бір жұмысқа тұрды. Демалыс күндері 3 үйдің подъезін жуатын болды. 3 жылдың ішінде құр сүлдері қалған адамға айналды. Ал 1 жыл бұрын соңғы қарызында өтеді. Диванға отыра кетті де ұзақ жылады. Үйді сақтап қалғанына шүкір, деді. Қызына қалсын. Ал енді жөндеу жасап, теңізге ақша жинайды. Қызы ол жақта бір рет болмаған. Ал тәтесі келгеннен кейін Сәуле қызын жұбатқанда: қызым, біз бәрін жеңеміз. Біз әлі теңізге барамыз, көресің, дейтін. Әкеміз де бізбен бара ма? Жоқ жаным, әкең енді қайтып келмейді. Ол қазір аспанда. Ол жақта оған жақсы ма? Жақсы. Сәуле мұңайып жымиып қойды. Әрине, бізге қарағанда әлде қайда жақсы шығар. Бұл баяғы қорқынышты өмірде болған. Бар ақша қарызға кететін, ертең қызын немен тамақтандыратынын кейде мүлде білмейтін кездерде де. 2 күн бойы жаңа чемодандарын жинады. Сол 2 күнде Сәуле 2-ші сыныпта оқитын қызының сұрақтарына тынымсыз жауап берді. Анашым, теңіз әрдайым жылы ма? Бәлкім, әрдайым адамдар үнемі демалуға барады ғой. Ол жерде адам көп пе? Өте көп. Бізге орын жетеді ме? Әрине жетеді, уайымдама. Кәусар бірден тыныштала қойған жоқ. Дегенмен көп ұзамай ойы басқаға ауысты. Ұшаққа, оның ар жағындағы көрініске. Олар кешкірін ғана қонды. Әрине бірден шомыла қойған жоқ, бірақ теңізге барып қайтты. Ой, анашым, ол қандай үлкен, деді Кәусар. Біраз уақыт үнсіз тұрып, теңізге қарап тұрды. Сосын бір дауыс естілді. Сәуле, ол бұрылып қасын көтерді. Жандарында оның бастығы тұр екен. Сәлеметсіз бе, Болат мырза? Ер адам жымиып: қойыңызшы, біз қазір кабинетте отырған жоқпыз ғой. Қашан келдіңіздер, деді. Бүгін. Ал сіз ше? Мен мұнда 3-ші күн. Сәуле күліп жіберді. Байқалады. Болат жымиып: мен жыл сайын демалуға келемін де, әр жылы 1-ші күні күнге күйіп кетемін. Менің қателігімді қайталамаңыздар. Айтпақшы, қыздар, сендерді ресторанға шақырсам бола ма? Жолдан шаршап, аш қалған шығарсыңдар. Кәусар қуанып секіріп кетті. Әрине болады. Біз анам екеуміз ешқашан ресторанда болып көрмеппіз. Болат күліп, қысылған Сәулеге көз қысты. Болды, кері шегінер жол жоқ. Балаға шоқ деуге болмайды. Ертеңіне олар қайта кездесті. Болат оларды серуенге шақырды.
кейін экскурсияға апарды. Сол кезде Сәуле кенет өзінің әйел екенін есіне түсірді. Сәуле өте ұзақ уақыт бойы ер адамдарға мүлде назар аудармаған еді. Жалғыз қалған сәттен бастап. Тек қазір ғана өзі соны түсінді. Болат оған кеңседе жүргеннің өзінде-ақ көңіл бөліп жүріпті. Бірақ ол кезде Сәуле мұны мүлде байқамаған. Өмірі бір жаққа асығып, қуылған аттай шауып жүре беретін. Ал қыздар, ертең менсіз зерігіп қалмаңдар. Маған бір жаққа шығып келу керек. Бастық мына жаққа құжаттар жіберуімді сұраған еді. Кешке қарай қайта ораламын. Мені күтесіңдер, деді Болат. Кәусар салмақты түрде басын изеді. Әрине, мен де, анам да. Болат Сәулеге қарап. Анам, яғни сен мені күтетініңді өте қалар едім. Сәуле қызарып көзін тайдырды. 2 күн бұрын ол Болатпен оның бөлмесінде болған еді. Енді соған қарауға батпайтын. Болат кеткен соң олар қала сыртына барып шомылуды келісті. Анашым, мен сені қарайлап жүремін, күйіп кетпеуің үшін, деді Кәусар. Сәуле күліп, жарайды. Ал мен сені қараймын, деді. Осылайша әзілдесіп жүріп жағажайға жетті. Кенет Кәусар тоқтап қалды. Анашым, не болды? Сен әкем аспанда тұрады дегенсің ғой? Бізге келе алмайды, бізбен еш қайда бара алмайды дегенсің. Ал ол осында ғой. Сәуле таңғалып қызына қарады. Күн өтіп кеткен бе екен? Таңғалатын ештеңе жоқ. Өзі де анасы бола тұра, баланы осынша уақыт күн астында қалдыруға бола ма? Кәусар әкесін баяғыда-ақ еске алмай кеткен еді. Жоқ па? Сәуле оны ұмыттым деп ойлаған еді. Жоқ, жай ғана оны еске алатындай себеп болмаған. Ал енді аяқ астынан осылай. Кәусар, жүрейік. Анашым қайда? Ана жерде әкем тұр ғой. Сәуле қызы көрсеткен жаққа қарады да, жүрегі тоқтап қала жаздады. Сусын сататын шатырдың жанында Ильяс тұр еді. Ұқсас біреу емес, нақты Ильястың өзі. Иә, ол өзгерген. Бірақ оның иығындағы күнге ешқашан күймейтін тыртығы алыстан-ақ көрініп тұрды. Сәуленің аяғы мақтыдай босап кетті. Ол не болып жатқаны мүлде түсінбеді. Ильяс стакандарды алып бір жаққа беттеді. Сәуле артынан ерді, бірақ едәуір қашықтықта. Кәусар үнсіз қатар жүрді де сосын сұрады. Әкем бізді алдады, сондықтан біз оның артынан қарап жүрміз бе? Солай деуге де болады. Кәусар күте тұр, мен өзім ештеңе түсінбей тұрмын. Ильяс жас әйелге жақындады. Әйел тітіркене баланы оның қолынан ұстатты да, стаканын алып теңізге қарай кетті. Онда бір қарт ерлі зайыпты отыр екен. Олар да Ильясқа жылы көзбен қарамады. Сәулеге мына сөз жетті. Сен ештеңен дұрыс істей алмайсың, бәрін бір сағатта созасың. Қозғалып көрдің бе өзі? Онда кезек болды ғой. Әрине, сенде әрдайым біреу кінәлі, тек сен емес. Сәуле Кәусарға қарады. Қызы жылап тұр еді, басын көтеріп. Анашым, неге бұлай? Әкем мені жақсы көрмей қалды ма? Басқа баланы жақсы көріп жүрме? Сәуле оның қолын қатты қысты. Жүр, бөлмеге қайтайық. Бізді мұнда ешкім көріп қоймасын. Сен әкемнің бізді көргенін қаламайсың ба? Әзірге жоқ. Мұның бәрін ойлап алу керек. Кәусар бөлмеге дейін жылап барды. Келген бойда төсекке жатып, бетін жастыққа тығып алды.
Сәуле жанында отырып қызының иығынан сипап, не болып жатқанын мүлде түсіне алмады. Ильяс тірі ме? Бұл қалай мүмкін? Егер ойласам, ол сол үлкен несені әдейі алып, өлімін қолдан жасаған сияқты. Не үшін? Басқа бір әйелге әсер ету үшін бе? Ал ақшаны Сәуле мен Кәусардың мойнына қалдырып кету солай бола үшін бе? Осы кезде есік қағылды да ашылды. Табалдырықта қолы толы экзотикалық жеміс ұстаған Болат тұрды. Біз неге қараңғыда отырмыз? Сәуле саусағын ерніне қойды. Кәусар біраз жылап жаңа ғана ұйықтап қалған еді. Болат түсінгендей басын изеді. Сыртқа шыққанда ол Сәулеге мұқият қарап, бірдеңе болды ма? Түрің аруақ көрген адамдай, деді. Сәуле басын изеді. Солай, күйеуімді көрдім. Қалай? Қандай күйеу? Ол баяғыда өлген емес пе? Мен де солай ойлағанмын. Бәрі де солай ойлайды. Бірақ жоқ, тірі, сау саламат, отбасы бар, баласы бар. Болуы мүмкін емес. Сен 100% сенімдісің бе? Бұл сол сенің үлкен несиеге қалдырып кеткен күйеуің ба? Иә, дәл өзі. Кәусар бәрін көрді. Сосын менен неге әкем мені сүймей қалды, басқа баланы жақсы көріпті, деп сұрады. Мынау нағыз сұмдық екен. Сәуле, егер сен оны жай ғана ұқсас адам деп жоққа шығарып тұрмасаң, бұл қылмыстық іс қой. Ол өзі 100%. Оның иығында өте анық белгі бар. Жас кезінде мотоциклден құлап қалған. Осы кезде есік ашылып, Кәусар шықты. Болат бірден оның жанына келіп тізерлей отырды. Кел ересектерше сөйлесейік. Кәусар біраз ойланып басын изеді. Мен бәрін білемін. Саған мынаны айтқым келеді. Егер әкең сені біреуге айырбастаған болса, онда ол сенің махаббатыңа лайық емес. Өмірде осылай да болады. Ал баланы міндетті түрде біреу жақсы көруі керек. Егер рұқсат етсең, мен сені жақсы көрейін, тіпті әкеңнен де артық. Кәусар таңғалып қасын көтерді. Сонда сен басқа әкелер сияқты мені карусельге апарасың ба? Қорғайсың ба? Болат жымиып, әрине. Кәусар сал жымиып, онда келісемін, деді. Уәде беремін. Ал қалай? Сен бізден алыс тұрасың ғой. Біз сенің анаңмен үйленеміз де, бәріміз бірге тұрамыз. Сәуле аузын ашып тұрып қалды. Ол тіпті бір сәтке Ильясты да ұмытып кетті. Ал Кәусар қолын шапалақтап, алақай, бізде той болады, деп қуанды. Сосын кенет салмақты болып, ал сен еш қайта кетіп қалмайсың ба? Жоқ, тек өздерін қуып жібермесеңдер болды. Кәусар жымиып, жоқ, біз сені қуып жібермейміз, сен жақсысың. Тек анам, мен енді теңізге барғым келмейді, оны тағы да көргім келмейді. Болат орнынан тұрды. Сен оны енді көрмейсің, уәде беремін. Қазір теледидар көре тұр, ал біз анаң екеуміз бір жерге барып келуіміз керек. Жарайды, тек ұзаққа кетпеңдер. Бөлмеден шыға салысымен Сәуле Болатқа бұрылды. Сенің есің дұрыс па? Балаға ондай уәде неге бердің? Болат сабырлы жауап берді. Сенің мені кері қайтара алмауың үшін, және маған тұрмысқа шығуың үшін. Сәуле аң-таң болып көзін кең ашты. Ал ол бір сәтте де кідірместен. Бірақ қазір біз басқа іспен айналысамыз. Жергілікті полицияға барамыз да бәрін айтып береміз. Мұнда полиция өте мықты, уайымдама. Сенің елесіңді табады, бәрі жақсы болады. Ильяс шынымен де тұтқындалды. Сәуле оның, мен тек басқа өмірді қаладым, ал бұл жақта бай ата-ананың қызы табылды. Әсер қалдыру үшін бәріне бардым, деп
ақталғанын есту өте жиіркенішті болды. Ол мақсатына жетті, бірақ көп ұзамай жасағанына өкінді. Өйткені жаңа отбасында оған еденге төселген кілемше секілді қарады. Сот Ильясты Сәулеге несие қарызын толық өтеуге, моральдық шығын мен жиналып қалған алиментті де төлеуге міндеттеді. Мұның бәрін оның жаңа отбасы шу шықпасын деп төлеп берді. Сосын Ильясты жай ғана қуып шықты. Ал Сәуле тұрмысқа шықты. Бәрін жаман түстей ұмытуға тырысты. Жай ғана бақытты болды. Егер әңгіме ұнаса, арнама тіркеліп, лүпіл басып кетеміз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.